Сәлем достар, бүгін бізге қарапайым күнделікті тұтынатын жұмыртқаның адам масасындағы рөлі туралы айтатын боламыз. Ең алдымен каналға жазылып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Таңғы ас кезінде бір ғана жұмыртқаның өзі иммунитетіңізді күшейтіп, ағзаңыз бактериялармен белсенді күресе бастайды. Тауық жұмыртқасының жалпы химиялық құрамы 73,6% судан, 12,8% ақуыздан, 11% майлардан және 0,7% көмірсулардан тұрады, және де минералдық заттар бар. Жұмыртқада адам ағзасында қажетті тіршілік үшін маңызы зор амин қышқылдарының тобы бар. Және де оның энергетикалық құндылығы 157 килокалорияны құрайды. Жұмыртқаның сарыуызы. Сарыуызының құрамында омега-3, фолий қышқылы, лецитин, А, К және Е, В12 дәрумендері, селен, кальций, фосфор, биотин және холин дәрумендері бар. Күнделікті бір ғана жұмыртқаны тұтыну неге әкеледі? Бірінші, жүрек қан тамырлары аурулары. Тауық жұмыртқасында холестерин көп және ол зиянды деп есептелінеді. Солай ма? Жоқ, холестериннің өзі зиянды емес, оның ағзадағы деңгейі нормадан асып кетсе қауіпті болады. Ал холестериннің 70-80% бауырымыз шығарады. Онда өт қышқылдар түзіліп, ал қалғаны тамақпен бірге ішке енеді. Бауыр жеткілікті қышқылдары шығармаған кезде холестерин тамырға түсе бастап, проблемалар туындайды. Айтпақшы, жұмыртқада холестерин ғана емес, сонымен қатар өт қышқылдармен бірге холестеринді ерітуге және тұнбаға түсуге жауап беретін лецитин бар. Басқаша айтқанда, жұмыртқа холестериннің ең пайдалы көзі болып табылады. Жұмыртқа қандағы триглицеридтің тепе-теңдігін қамтамасыз етіп, омега-3 типті май қышқылдарының көзі болады. Осылайша жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупін азайтады. Екінші, жүктілік, туа біткен ақаулардың қаупі. Бір жұмыртқада 0,17 микрограмм В9 дәрумені, яғни фолий қышқылы бар. Егер жүктілік кезінде фолий қышқылы жеткіліксіз болса, онда нәрестенің орталық жүйке жүйесі зардап шегуі мүмкін. Ал ең нашар дегенде баланың жұлыны мен миы дұрыс қалыптаса алмайды. Сондықтан жүктілік кезінде жұмыртқа әсіресе пайдалы. Үшінші, жастықты ұзақ уақыт сақтау. Тауық жұмыртқасының сарыуызында каротиноидтарға бай бояғыш бар. Бұл антиоксиданттар шынымен қартаю процесін баяулатуы мүмкін. Каротиноидтар біздің денеміз шығармайды, олар тек тамақ арқылы ене алады. Айтпақшы, пісірілген жұмыртқаға қарағанда шикі жұмыртқа антиоксиданттардан аз. Сонымен қатар, жұмыртқада лецитин бар. Бұл біздің денеміздегі гормоналды қартаю мен күресуге көмектесетін заттардың бірі. Қатерлі ісік ауруларының даму қаупі. Бұл жас кезінде жұмыртқаны күнделікті тұтынатын әйелдердің сүт безі қатерлі даму қаупін 18%-ға дейін төмендетеді. Жұмыртқаларда көптеген амин қышқылдар, минералдар, дәрумендер бар және сонымен қатар организмдегі эстроген деңгейін реттейді. Эстрогеннің тым жоғары деңгейі сүт безі қатерлі дамуына әкелуі мүмкін. Сау шаш және жарқыраған тері. Жұмыртқалардың құрамында биотин, В12 дәрумені және ақуыздары, оларды тұтыну шаш пен терінің күйіне әсер етеді. Сонымен қатар жұмыртқадағы В1 витамин синтездейді, ол сау теріні, тырнақтарды және шашты жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар ағзадағы метаболизмді бақылайды. Алтыншы, көрудің жақсаруы. Жұмыртқаның құрамында лютеин және зеаксантин дәрумені көздің жақсы көруіне көмектеседі. Лютеин және зеаксантин жетіспеушілігі катаракта сияқты түрлі көз ауруларының даму қаупін тудырады. Жетінші, жүйке жүйесіне әсері. Холин, біздің денеміз жұмыртқаны жеген кезде алатын тағы бір маңызды компоненттердің бірі. Холиннің біздің денсаулығымыз үшін маңыздылығын асыра бақылау қиын. Ол нервтердің қорғаныш миелин қабығының пайда болуына және жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне қажет импульстардың бір нейроннан екіншісіне беруі үшін қажет дәрумен. Холиннің жетіспеушілігі жүйке жүйесінің жұмысына, мысалы жадқа өте жағымсыз әсер етуі мүмкін. Егер жетіспеушілік жүктілік кезінде байқалса, бұл мерзімнен бұрын босануды тудыруы және ұрықтың дамуына теріс әсер етеді. Егер сіз
жұмыртқаны күнделікті рационға қосатын болсаңыз, бұл аурулардың бәрін алдын алуға болады. Зияны: холестериннің ең көп мөлшері осы тағамда. Холестерин адамның ағзасында қауіпті процестерді тудырады. Оның кесірінен жүрек-қан тамырлары аурулары дамуы мүмкін. Көптеген адамдар ұзақ уақыт бойы тері ауруларынан зардап шегеді. Ол жұмыртқадан болуы ғажап емес, өйткені бұл тағам аллергиялық реакция тудыратын тағамдардың қатарында.